Шерхан, бул жерде акыл айта турган сен эмессиң маған. Ты понял это? 4 жылдан жатырмын. А чё, Кыргызстанда жигиттер жок па не? мен кайсыл жерден издейм, мен өзүм билем, Шерхан. Вот именно. Айтам го, мен сага сенбеймин деп. Весь Кыргызстан колдоп жатыр го Галымжанды. Вообще мен ишенбей калдым Галымжанга. Галымжан таңертең онда бірге студияға шығып кете салайық таксимен деді. Сосын мен де жарайды дедім, онда тұрған. Менен эле тааныстыкты жалгастырсам жакшы болот экен деп ойлоп калдым, потому что бери отурасың, косулайыкта же семьядан жок, же аялдан жок, же нормальный балаңды бага албайсың. Мен тек кана калк колдаган үчүн мага сөз салган сыяктуу. Например, айтып атырмын. Сен менің жекеме өтіп, сен менің балаларыма өтіп жатсың ғой. Сол себептен мен саған айтып жатырмын. Сен не үшін келдің онда бұл Қазақстанға жігіт іздеп? Маған жауап берші. Өз еліңде жоқ па сонда жігіт? Бізде енді эфирде бір келеңсіз жағдайлар болып жатыр. Галымжан сәл бір бәріміздің көңілімізге тиген бір дүние жасапсыз. Бірақ артын осындай сыйлықпен жауап атқаны бар енді. Мен айтып жатырмын, не үчүн бир балык? Не үчүн экинчиси жок типа? Екіншісі мен ғой. Екінші қайда енді? Аялының қасында жүр ма? Я, мен дарым типа эле. И папугай маған подать етті ғой. Мен уайымдап жүрмін, қашан папугайлар өліп қалады екен деп. Неге? Мен кешке эфирде мен время жоқ аны қарағаны. Енді балықты уайымдайтын болдыңыз. Кеше балық деп айтып қоймады да, соны ала дедім да. Қашан айттым мен саған? Ана балық па деп кафеде может. Енді Перизат, сіз жалпы бір көңіл күйіңіз де түсіп жатқан жоқ сияқты, иә, бір болған жағдайларға. Бәрібір ма әлде қалай? Жоқ, мен ханымды ішті негізі. Біраз әңгімелесті. Біраз ренжігенім бар. Ассалаумағалейкум, баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік, күндеріңіз сәнді де сәтті өтсін, жұма қабыл болсын. Аптаның соңғы күні өткізуге бара жатырмыз. Бүгін жұма, эфирдің соңғы күні, осы аптадағы. Бұйыртса бүгін ортадамыз. Барлық мәселелерді, не әңгімелер болды, барлығын біле аласыздар. Біреулер даттап жатыр, біреулер мақтап жатыр. Әрине ешкім үшін өмір сүріп жатқан жоқпыз. Неше түрлі өткір пікірлер, өткір хейттар, страшно айтылып жатыр. Бірақ маған уже өтпейді. Ешкімнің сөзі, ешкімнің пікірі. Сол үшін бір ескертіп қойып жатқан жайым ғой енді. Солай жұмыстарын бітіріп кешіп келе жатырмын енді эфирға. Кешірім сұраймыз. Жалпы менің айтқым келгені, осыдан 2-3 жыл бұрын маған біреу келіп, Мадина, сені басқа адамдар сенің жай ғана бар болғаның үшін, сені көргендер үшін, сенің шын ниетіңе сенгені үшін жақсы көре алады десе, мен сенбейтін едім. Бірақ дәл қазіргі моментте менің жүрегім қатты елжіреп, сонымен сіздермен бөліскім келіп тұр да. Жалпы адамды мен жақсы көруге болатынын білемін, бірақ енді теледидар арқылы сен оның адаммен араласпасаң да жақсы көру мүмкін екендігін білгеннен кейін мен расымен де кеше беріп жүрген сыйлықтан қатты жүрегім елжіреп кетті. Бір жағынан андай ойлап қоям, алдынан бері ойлап жүрген нәрсеме осы бәрінен көріп кеттім. Маған неге бұйырмай жатыр екен, не болмаса мен қашан алады екем деп сөйтіп жүрген болатын. Бірақ дегенмен шүкір Аллаға барлығын жаңағыдай сый қылып маған дайындап қойыпты ғой. Рахмет көп. В общем, мен айтқым келгені, не айтқым келді деп ше. Анау, сіздер жазып жатсыздар ғой, алуға болмайды, не үшін алып жатсың сен, алдың ба не деген сияқты. Жоқ, маған просто тиктокқа осындай сообщение келіпті да, енді комментарий келіпті. Сол себепті өзімде біртүрлі оқып қалдым да, бірақ қалай болады екен ол деп просто саған болады Егорова Мадина деген. А так менің фамилиям Еркін Мадина Еркін қызы деген. Ол қала береді, мен өзгерту ойымда жоқ, болмағанда не өзгертпеймін де деген сияқты. Вот. Соны айтып өте салайын дегенмін. Басқа не жаңалық деп. Әлі андай тойдан посттарды салуға, рилстарды салуға ештемеге үлгермей жатырмын, негізі шыны керек. Бірақ әйтеу бәрін қойыңызшы маған, әйтеу сол тойыма деп күшті бір подарка кетті. Көптен бері андай не істеп жүрген едім, қарап жүрген, бірақ. Қайырлы күн баршаңызға, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен осындай әдем погодада, төсең ана буш қатын сондай погодада осылай кетіп бара жатырмын. Клиникадан шықтым, кішкене ауырып қалғаным бар еді деп ше. Ойбай. Тоқтата алмай қалдым ғой. Қайдан жетеліп едім. Сөйтіп, короче,
клиникадан шықтым да мынау қоймады. Баршаңызға ассалаумағалейкум, қайырлы таң, қалайсыздар, жақсыздар ма? Қайырлы күн, қайырлы таң болсын. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке, берекеге толы болсын дегім келеді. Сіздерге айтатын жалпы жақсы жаңалық бар, негізі жігіттер қауым болатын болса, достар, бауырлар қарап жүрген. Өте керемет. Қалайсыз? Эмоцияң шығып кетіп отыр ғой. Бір ашуыңыз. Бекзат сізге мүмкіндік берсе, әлемде не өзгертетін едіңіз? Мүлдем ба? Сосын? Хаос болып кетпей ма? Өзіңіз. Андай бәрі Бекзатта, қалғандары әшейін Бекзат үшін жұмыс істеуде болады. Аянды жоқ қылып бересіз. Аянда вообще ақша болмайды. Аяға беріп қойдым. Сәл. Айдананы ойлап тапқызыңызшы. Солай. Ақшам жоқ, бірақ өзімде болады деп та, бәрі менде, короче, мен өзім беремін. Бекзатқа билік бермеңіздер.